сәресі жайында дәрісіміз сол тақырыпқа тоқтаған екенбіз. Сәресі деген таңертең Рамазанның оразасы күні таңертең ішетін таңғы асымыз. Соны сухур деп айтылады. Ал кешкі ауызшада ифтар деп айтылады. Қала Расулullah алейхиссалам тасахару фа инна фи сухур барака. Таңертең сухур, таңғы асты ішіңіздер дейді пайғамбар алейхиссалам. Өйткені фи сухур барака. Сол Рамазан айының сәресіне тұру, ол сәресіде берекет бар дейді Алла субханала тағала. Бауырлар, бұл берекеттен құр қалмайық. Кейде шыны керек сұрап жатады. Таңертең сәресіге тұруға тұра алмай қалуы мүмкін. Кешке аузымды биіктіп жатсам бола ма дейтіндер бар. Иә, болады. Бірақ берекеттен құр қаласыз. Ауыз бекітсеңіз болады. Түнгі сағат 12-ден ба аузын бекітіп алып ұйықтадыңыз жатып, таңертең таң намазға бірақ ояндыңыз. Сәресіге тұрмадыңыз. Рамазан оразаңыз қабыл ма? Иә, қабыл иншалла. Бірақ неден құр қалдыңыз? Берекеттен құр қалдыңыз. Бауырлар, онда берекет жіберіп алмайық. Оның сондағысы өз бірақ ай уақыт арасы өте лезде өтіп кетеді. Фаслу ма байна сиямина ва сияма ахли китаб аклатус сахар. Пайғамбар алейхиссалам айтады, бізбен және мынау кітап иелері. Кітап иелері кімдер олар? Христиандар мен еврейлер. Сол кітап иелерімен біздің айырмашылығымыз, біз таңғы сәресіге тұрғанымыз дейді пайғамбар алейхиссалам. Демек осы хадистен көреміз, олар сәрес ішпейді екен. Олар не істемейді? Сәресі ішпейді. Өткенде бір бауырымыз айтады, олардың оразасына мен таң қалдым дейді. Кел обед ішеміз деген едім дейді. Жоқ, оразамын деп айтты дейді. Христиан көршім дейді да, екеуміз сауда бірге істейміз дейді. Жарайды, қабыл болсын деп бір уақытта қарап отырсам, жеміс жидек бірдеңелер жеп ішіп жүр дейді. Сен ораза едің ғой. Жоқ, бізде оразада ет жемесең болды. Қалған нәрсені жей беруге болады, фрукта жеуге болады, сот ішуге болады деп, дай сақтасын ораза түрлерін қара дейді. Және маған ақыл айтып қояды дейді. Сендердің оразаларың қиын, біз сияқты істей бермейсіңдер ма? Деп маған ақыл айтып жатыр дейді. Қала Расулullah алейхиссалам әл-баракату фи саласатин. Пайғамбар алейхиссалам айтады, Алла субхана ва тағала мынада үш нәрсеге берекетін салып қойған. Біріншісі фил жамаати. Біріншісі жамағатта берекет бар екен, бауырлар. Жамағатта не бар? Берекет бар. Жамағатпен намаз оқысаңыз берекелді болады. Жамағатпен жиналып бір қайырлы жасасаңыз ол берекелді болады. Ауылда баяғыда естуші едік, асар деген нәрсе бар. Бір бауырымыз үй тұрғызатын болса, ауыл бәрі жиналып, соған асарлатып, үй соғып жүретін. Жамағат қай жерде болса да берекет сол жерде екен, бауырлар. Алланың берекеті жамағаттың үстінде дейді пайғамбар алейхиссалам. Уа сәрид, екіншісі сәрид деген арабтарда сондай бір тағам бар. Наннан және сондай бір қақтырылған ет екеуін қосып, сондай бір сәрид деген тамақтың түрі бар. Оны пайғамбар жақсы көретін тағамның бірі еді. Сол тағамда берекет бар екен. Жалпы ет пен нан екеуін қосындысы. Сондай тамақты сәрид деп айтылады араб тілінде. Сондай тағамда берекет бар деді. Шынымен ет жесек берекелді ғой бізде. Ет жемесек тамақ жегендей болмаймыз дейді, үлкен кісілер айтады. Ет асыңдар тағам жегендей болайықшы дейді. Етте берекет бар, және нанда берекет бар. Шынымен наннан ешкім шықпайды екен. Нан күнделікті тұтынатын тағамға жатады. Наннан шығып кеткен адам жоқ өмірде. Бол, мен нан жемеймін енді. Нан жей беріп шығып кеттім деген адам болмайды екен. Мүмкін басқа тағамнан шығып кетесіз. Күніге күріш жей бермейсің ғой. Күніге макарон жей бермейсіз. Байда студент кезімізде кейде макарон жей беріп айтатынбыз, басқа тамақ істеңдерші деп. Ал нан деген, ет деген мәселеден бауырлар ешқашан шықпайды екен. Дәл осы екі тағамдан. Осы екі тағамның қосындысынан жасалған тағамды әс-сәрид деп айтылады араб тілінде. Бізде оны қамыр-ауқат дейміз, етіміз және қамырымыз, иншалла не? Оны қамыр-ауқат дейді бізде. Олар сәл басқаша түр соны. Қуырылған түрмен алып келеді, соны сәрид деп айтады. Сол тағамда не бар екен? Алланың берекеті бар екен. Ол тағам тоқшылық болатын. Үшінші уасухур, үшінші берекет дейді пайғамбар алейхиссалам таңғы сәресіде дейді. Жалпы сәресі. Рамазан айында болуы мүмкін, басқа сүннет, нәфіл оразаларда болуы мүмкін. Таңертең несіде сәресіге тұру керек екен, бауырлар. Инналлаху ва малаикату юсаллуна алал мутасаххирин.
расында Алла Тағала және періштелер сәресіге тұрған адамдарға салауат айтады дейді. Алланың пендесіне айтқан салауаты Алланың рахматы. Періштелердің айтқан салауаты Алланың сүйікті құлдарына Алладан кешірім тілеу. Алла, осы пенделеріңді кешір. Сен үшін деп таңертең сәресіге оянды осылар. Тәтті ұйқысынан тұрып, Пайғамбар алейхиссаламның сүннет амалын іске асырайын деп сәресіге тұрған пенделеріңді кешір, я Алла деп, малайикалар, періштелер не айтады екен, бауырлар, истиғфар айтады екен. Истаину би таами сахр аля сиям нахар вал қайлулатна аля қиямил лейл. Пайғамбар алейхиссалам айтады, күндізгі оразаларыңыздан таңғы сәресімен, таңғы сәресі ішу арқылы өздеріңізге көмектесіңіздер. Және түнде қиямил лейл, яғни тарауих намазға тұру үшін күндіз қайлула деген ұйқымен өздеріңізге көмектесіңіздер дейді Пайғамбар алейхиссалам. Қайлула деген ұйқы бар. Кейде 5-нен алдын болады, кейде 5-нен кейін болады. Жалпы түскі уақытта. Түскі уақытта кішкене бір мызғып алу, бауырлар, бұл өз-өзіңізге көмектескен амал екен. Соның есебінен кешке не істейсіз енді? Тарауих намазында мүлкімей, қалқымай, мына жерде кәдімгідей оянып, құлшылыққа мән беріп тұрасыз. Өйткені қазір күн ұзақ, сол себепті күндіз кішкене бір ұйықтап алу бар бауырлар. Бұл Пайғамбар сүннет амалы. Әсіресе Рамазан айында кішкене бұл амалға асыру керек. Өйткені күнімен аузыңыз ораза, түнімен қиямил лейліңіз бар. Сонымен ар жағында арызмайды уақыттан кейін сәресі келіп, былтыр оразы таң намаздан кейін бірақ ұйықтап жүрдік. Содан құлшылық айы болғаннан кейін күндіз осындай Пайғамбар алейхиссалам айтқанда қайлуламен өзімізге көмектесуіміз керек екен. Саласат лайса алейкум хисабун фима таиму иншааллаху таала ида кана халала. Мынандай үш мәселеде ешқандай есеп-қисап болмайды екен. Есеп-қисап деген соның жасағаның үшін ертең Алланың алдында есеп бермейсің. Не үшін сондай болғандықтан? Яғни өрде исрап кешілік болды, көп жұмсап қойдың, не үшін сондай болды деген, ондай сұрақ жауап болмайды дейді Пайғамбар алейхиссалам. Бірақ ол мәселе халал болатын болса, не нәрсе болса дейді? Халал болса. Егер ол нәрсе халал болатын болса, не ол? Біріншісі ас-саим. Ораза ұстаған адамдарға ифтар беру. Тамақ алып беру. Оларға ауызашар жасап беру. Сол алып жатқан тамағың бірақ халал болсын. Халал тамақтандырыңыз. Қанша соның тойғанша жегізген сайын сіздің қанша сізден сарық болды, одан сұралмайды екенсің ақыретте. Не үшін көп тамақ алып бердің оған? Кішкенде тамақ алып берсең де болатын еді ғой. Сен көп нәрсе алып бердің деп одан сұралмайсың дейді. Екіншісі вал-мутасахир. Екіншісі сәресі жасап беру. Елдерге сәресі жасап беріңіз. Дастархан жайып, дастархан не болды? Молшылық болды. Дастархан мол болды. Адамдар жесін, сәресіде осы жеп алып, құдай қаласа, Алланың көмегімен бүгін ораза ұстасын иншалла. Денелеріңізге күш-қуат болсын деп, сондай күшті бір тағамдарды жасатып, адамдарға есеп беріңіз, сәресі жасап беріңіз. Сол сәресіге кеткен ақшаңнан қанша көп кеткен болса да одан сұралмайсың дейді Пайғамбар алейхиссалам. Яғни исрап болды, басқа болды деп сұралмайсың. Үшіншісі уал-мурабит фи сабилилlah, үшіншісі Алла жолында жүрген адамдарға көмектесу. Алла жолында жүрген адамдарға көмектескен сайын сен сұралмайды екенсің. Ақшаң соған жаман жолға кетіп есептелінбейді, бәлкім сауап болады. Алла жолында жүргенде қазір ашық айта аламыз, кімдер олар? Мына медресеміздегі балалар. Мына жерде Құдай үшін де балалар жатып сауап алады. Сол балаларға шаман келгенше 10 балаға көмектесесің ба, 20 балаға көмектесесің ба, жалпы қанша балаға? Мүмкін бәріне бірдей көмектесе аласыз ба, аз-аздан болса да. Сол қайырымдылығыңыз Пайғамбар айтады, ол Алла Тағала ақыретте есеп алмайды сенен дейді. Не үшін сондай болды деп. Бәлкім керісінше не болады екен? Сауап болады екен. Ас-сухур куллуху баракатун фала тад'уху валау айяжра'a ахадукум жар'atan min al-ma' fa inna Аллаха азза ва джалла ва малаикату юсаллуна алал мутасахирин. Сәресіде Алла Тағаланың берекеті бар. Бұл берекетті жай жіберіп қоймаңыздар дейді. Бауырлар, Рамазаннан басқа уақыттағы осы берекет таң намазының берекетіне келеді. Ал Рамазан айында бұл сәресі уақытта келеді екен. Мысалы, Рамазанның басқа уақыттарда таңғы берекет бар. Таң намазға тұрмай, ғафлетте қалып туған адамдар таң намаздан кейін берекет алмай қалады. Таңғы уақытта сондай періштелер бар, Алланың берекетін шашады. Демек, бүгін таң намазға тұрып, сол берекетке
серіктескен адамдар иншалла күні бойы тапқан табысы берекелді болады, уақыты берекелді болады, бүткіл нығметі берекелді болады иншалла. Сол берекетті пайғамбар алейхиссалам айтады, енді Рамазан айында сәресі уақытта келеді екен. Сәресі уақытта. Кім сәресі уақытта тұратын болса, ол Алланың берекетінде болады. Фала тадууху. Оны жай жіберіп қоймаңыздар дейді пайғамбар алейхиссалам. Жай кетіп қалмасын. Тіпті бір құлтым су болса да, бір құлтым су болса да су ішіңіздер дейді пайғамбар алейхиссалам. Өйткені мына суда да берекет бар екен. Тағам жеуіміз шарт емес. Ұйқыдан ояндыңыз, Алла, мен сәресі ішуге ниет еттім, мен ниетімді қабыл ет, күш қуат бер, берекет бер деп, бисмилля деп, бір құлтым су болса да су ішу керек екен. Суыңызды ішіп алыңыз да, дұғаңызды айтып, аузыңызды бекітіңіз. Мен осылай сендер дейді пайғамбар алейхиссалам. Өйткені сәресіге тұрған адамдарға Алла Тағала және періштелер оларға салауат айтады дейді. Ниъма сухур тамр. Енді бауырлар, таңертең сәресіде шыны керек қазір аштан қалып кететіндей әйел кісілерге Алла разы болсын, көп тамақ істеп қояды. Таңертең міне мынаны жеңіз, одан кейін мынаны жеңіз деп көп тағамдар енді жерде. Бауырлар, ол ораза айы бір аштық, сондай бір қасірет алып келетін ай емес. Енді таңертең сәресіде не ішеміз десе, қазір мамандар да айтып жатыр, жеңіл желпі. Соны пайғамбар айтады, ниъма сухур тамр дейді. Таңғы сәресідегі жейтін тағамдардың ішіндегі ең жақсы нығметі ол құрма дейді пайғамбар алейхиссалам. Бауырлар, таңертең құрма жеу керек екен. Құрманы шаймен жеңіз, сокпен жеңіз, құрма жеу керек екен таңертең. Ярхамуллаху мутасахирин. Пайғамбар дұға қылып сол сәресіге тұрған адамдарға Алла рахметіне алсын деп пайғамбар алейхиссалам осындай дұға айтты иншалла. Мамандардың айтуынша таңғы уақытта осындай құрма, қазіргі күнде мына каша дейміз ба, каша өте пайдалы екен. Адамның денеңізде көп суды талап етпейді екен, әлсіремейсіз. Сондай бір жақсы жеңіл тағам екен. Сондай тағамдарды жеуге тырысу керек екен. Ана беш бармақтың бәрін қою керек таңертең. Етке тойып алып, сорпаңды ішіп алып, сағат 12-ден кейін шөлдеу басталады да. Еттің бәрі қорытылды ғой. Артына не керек? Мен қою шай керек, басқа керек. Бауырлар, бұл ай тамамды тоқтатып, барынша қолшылыққа жеңіл болатын ай екен. Расулullah алейхиссалам қала ла язалу нас би хайрин ма аджалул фитр. Енді сәресіміз түсінікті болды, енді кешкі ифтарымыз қалай болады? Пайғамбар алейхиссалам айтады, адамдардың арасында Алланың берекеті ешқашан қашпайды. Алланың берекеті орталарыңызда тұра береді, егер ауыз ашарды асықтыратын болсаңыздар дейді. Асықтыру деген не? Асықтыру деген уақыт кірмесе тез ашып деп жатқан жоқ. Уақыт бойынша Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен кестесінің уақыты бойынша қарап отырамыз. Соңғы уақытта шейін. Сол уақыт кіре салысымен ауыз ашуға асығу керек екен. Сондай асығып жүретін болсақ, Алла субхана ва тағаланың адамдардың ортасындағы берекет тұра береді дейді пайғамбар алейхиссалам. Саласатын юхиббуллаху азза ва жалла. Расында Алла субхана ва тағала мынандай 3 амалды пенделерінен жасаған қатты жақсы көреді дейді. Қандай амалдар? Таъжил ифтар ва таъхир сухур ва дарбул ядайни ихдахума аля ухра фи ссала. Біріншісі, ауыз ашарда уақыты кіре салысымен ашуға асыққан адамдарды жақсы көреді Алла субхана ва тағала. Өйткені ауыз ашқан кезде қуанып, су ішіп жатқан кезде денеңізге кетіп баратқанын сезініп, бір-бірімізге қарап, вай, машалла, не деген нығмет су. Осы бір сәтті Алла Тағала көріп қуанады екен. Қарап, пенделер не істеп жатыр? Бауырлар, оны ашамыз ғой, не асығыз, субханалла. Давай, шаруа бітіріп тастайық мына жерде. Деп тастау керек. Жоқ, Алла субхана ва тағала уақыт кіре салысымен ауыз ашуға асыққан пенделерін жақсы көреді дейді. Екіншісі, ва тахиру сухур, сәресіні кешіктіріп ішкендерді жақсы көреді екен Алла Тағала. Жаңа айтқан 12-ден түнгі 1-ден аузыңызды бекітіп алмай, сол таң намаздың алдындағы уақытта, өзінің уақытында ішу деген, кешіктіру деген мағынасы сол. Кешіктіру екен ғой деп, таң намазын уақытына өткізіп беріп ішіп отырмаңыздар. Ол кезде бітті, уақыт өтіп кетті. Кешіктіру деген сөздің мағынасы таң намазға 15 минут
ары кеткенде 10 минут қалған кезде тоқтату керек енді. Ең соңғы уақыттар бұлар. Кешікті болса қабылдаңыздар. Таң намазының бекіткен уақыты бар, кесте бойынша. Соған ең кемінде 10 минут қалған кезде тоқтату керек бәрін. Міне сондай пенделерін Алла субханала тағала жақсы көреді. Және намазда бір қолының үстіне екінші қолын қойлап, байлап тұрып, намаз оқыған құлдарын жақсы көреді. Намазда тұрамыз ғой. Қолымызды байлап тұрамыз ғой намазда. Осындай көріністі Алла субханала тағала жақсы көреді дейді пайғамбар алейхиссалам. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Ифтарды, ауызашарды асықтырып, уақытты кіре салысымен ішіп жүреді екенсіздер, орталарыңызда дін әлсіремейді дейді пайғамбар алейхиссалам. Өйткені яһудилерді, христиандарды олар кешіктіреді дейді ауызашарларын. Олар ауызашарларын кешіктіреді екен. Уақыт кіріп қойды, асықпай, және біраз уақыт өте берсін, тағы бір сағат өтсін деп асықпай ашады екен. Бірақ біз оларға ұқсамаймыз, біз пайғамбар алейхиссалам айтқандай асығамыз енді. Уақытқа секундына қарап отырамыз. Уақыт кірді ма, енді бисмилля не істеу керек? Ауыз ашуға асығу керек. Кейде бір кісілерім дұрыс түсінбей қалып, дәл азан айтылады. Аллаху акбар деген кезде бір бауырларымыз азан айтып болғанша шыдап отырады. Бір-бірін ескертіп, тоқта азан бітсін де, азан бітсін де. Жоқ, азан қарамаңыздар. Алла деген сөз естігеннен бастап шей беріңіздер. Азан айтып болғанша сіздерге ол мүмкіншілік барынша созып айта берсін азаншыңыз. Сіздер көбірек су ішіп алыңыздар, құрманы жеп алыңыздар, иншалла. Сол сәтте асығу керек екен. Ал азан айтып болғанша деген ондай шарт жоқ, ондай қағида жоқ. Уақыты кірді ма, енді иншалла ауыз ашу керек екен. Кейде сағат болмай қалып, сапарда жүріп па, ауыз ашудың уақытын білмей қалсаңыз ше. Білмей қалсаңыз, уақыты келген кезде, орысша айтқанда автоматически дейді ғой, аузыңыз ашып кетеді. Уақыты келді ма, аузын ашып кете береді. Сол үшін бауырлар, өзіміз әдейі соны асыққанда Алла Тағала не істейді екен, жақсы көреді екен. ما رأيت رسول الله عليه السلام قد صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. Анас бин Малик айтады, мен пайғамбар алейхиссаламның намаз оқып, ақшам намазын оқып болғаннан кейін барып аузын ашқан еш көрген емеспін дейді. Мен көргенмін пайғамбар алейхиссаламды ақшам намаздың уақыт кірген кезде намаз оқымай тұрып, бір құлтым су болса су ішіп барып намаз оқығанын көргенмін дейді. Бұл не дегені? Бауырлар, демек уақыты кірген кезде намазымызды оқып алып барып, бірақ аузымызды ашайық деу ол дұрыс емес екен. Пайғамбар сүннеті бойынша олай емес. Сүннет бойынша қалай екен? Бірінші істеу керек. Бірінші аузымызды ашып, суымызды ішіп, кішкене өзімізге келе болайық. Содан кейін барып иншалла намазға тұрамыз. Өйткені неге? Намазға тұрып, бірден намазға кетіп қалсақ, нәпсі деген бар, шайтан болмағанымызбен нәпсіміз бар. Ойыңыздың бәрі не болып тұрады? Имам ертірақ намазды аяқтаса, сіз ертірақ барып суымды ішсем, ертірақ тамағымды жесем, ойдың бәрі намазда емес, бәрі анаяқта кухняда болады. Міне шариғатым соның бәрін есептеп берген. Бауырлар, бірінші тамақ жеп алу керек. Яғни суыңызды ішіп, кішкене өзіңізге әлденіп алыңыз. Одан кейін барып иншалла қаматымызды айтып, намазға өтетін боламыз. Міне пайғамбар алейхиссаламның сүннетін Анас бин Малик радиаллаху анху біздерге жеткізді. كان رسول الله عليه السلام يفطر قبل يصلي على الرطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسنات من ماء. Пайғамбар алейхиссалам ауыз ашатын кезде, енді немен ашамыз десе, Пайғамбар алейхиссалам ауызын ашатын кезде жұмсақ, қатты емес, сондай құрмамен ашатын Пайғамбар алейхиссалам. Егер ондай құрма таппаса, ондай қатып қалған, құрғап қалған құрмамен ашатын Пайғамбар алейхиссалам. Ондай құрғап қалған құрма таппаса, онда сумен ашатын Пайғамбар алейхиссалам. Алдымызда осындай үш вариант бар екен. Біріншісі қандай екен? Жұмсақ, қатты емес. Жұмсақ құрмамен ашу керек екен. Оның пайдасы өте мол, адамға беретін. Ондай құрма таппаса, онда кішкене тістеп жейтін қандай құрма? Қатып қалған құрма. Нелерде құрғап қалған, кішкене. Ондай таппаса, үшінші жолымыз не екен, бауырлар? Сумен ашады екенбіз. Бірден алма жеп жүрмейміз.
бірден ет жеп жүрмейміз бауырлар. Бұның бәрі асқазанға зиян екен. Азаннан бері ішіміз аш болғаннан кейін асқазанда еш нәрсе жоқ. Сол шек жолдарын осындай пайдалы нәрсемен жүргізіп алу керек екен. Пайдалы нәрсе жүріп кеткен екен, артынан тағам жейсіз ба, ары қарай өз еркіңіз иншалла. Кәне Наби алейхиссалам юхиббу ан юфтира аля саласи тамарат. Енді қанша құрма жейміз десек, оны да айтып қойыпты. Пайғамбар алейхиссалам жақсы көретін еді 3 құрма жегенді. Неше құрма? 3 құрма. Ауыз ашқан кезде Пайғамбар алейхиссалам 3 құрмамен ауыз ашқанды жақсы көретін еді. 3 құрма жетеді екен бауырлар. Сол 3 құрмамызды жеп алып, ары қарай намазға тұра беруге болады. Аушайын ләм тусибна, немесе құрма болмаса отқа піспеген, отқа қақтарылмаған сондай бір тағам жей салатын Пайғамбар алейхиссалам. Yani отқа піспеген тамақ болу керек. Демек отқа пісетін шашлық болуы мүмкін, отқа піскен ет болуы мүмкін, ондай жемейді екен. Сол отқа піспеген басқа тағамдарды қолданатын еді Пайғамбар алейхиссалам. Наби саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Ман фаттара саиман кана лаху мислу ажрихи гайра аннаху ла янқусу мин ажри саим шайъун." Енді біздің шариғатымыз бауырлар, Аллахума нәфси тек қана өзім дегеннен шариғатымыз қайтарады. Жаңа сәресімізді ішіп алдық, кешке аузымызды ашып жатырмыз, көріп жатырмыз өзіміз. Бірақ қоғамда адамдар бар. Біреудің шамасы келеді, біреудің шамасы келмейді. Әрине шамасы келеді ғой елдер қазір. Аллаға шүкір елімізде, Аллаға шүкір молшылық біздің елімізде. Тоқшылық Құдайға шүкір. Бірақ басқаларында істеген сауаптарынан үлес алу дегенде амал бар екен дінімізде. Пайғамбар алейхиссалам айтады, кімде-кім ораза ұстаған адамға ауыз ашар жасады, яғни ауызын аштыратын болса, оған да дәл сол ауыз ашқан кісі бүгін таң атқаннан бері қандай амал істеді? Бүгін көп амал істеді осы. Таң намаздан бері мешітте болды, көп Құран оқыды, дұға жасады, қайырымдылық жасады. Рамазан айында барынша амал істейді ғой адамдар. Шамамыз келгенше әйтеуір амал істеп болуға тырысамыз. Рамазан айында. Сол пендені кешке дейінгі ізгі амал істеген сауабын алды дейді Пайғамбар. Сол ауыз аштырған адам. Және аузын ашқан адамның да сауабы келіп қалған жоқ дейді. Дәл сол сауап өзінде тұр амалдар дедінде. Дәл соның көрінісін Алла Тағала ауыз аштырған кісіге де істейді екен бауырлар, береді екен. Бауырлар, осындай үлкен сауап амалдарға үлесімізді қосып, тіпті Пайғамбарымыздың хадисі бар, Фатима анамызға айтқан қызына. Ей Фатима, бір құрмамен болса да адамдарға ауыз ашар беріп өзіңді тозақтан сақта деген хадис бар. Бауырлар, демек тозақтан құтылудың бірде-бір жолы адамдарға тамақтандыру керек екен. Ауыз ашар беру. Бір құрмамен болса да үлестіріңіз. Енді жағдайыңыз егер сондай болып тұрған болса, "Ман фаттара саиман ала таами ва шараб min halal sallat alayhi al-malaikatu fi as-sa'at shahr Ramadan wa salla alayhi Jibril laylatul qadr." Пайғамбар алейхиссалам айтады, кімде-кім ораза ұстаған кісіге тамақтандырып, оның суысында тұратын болса, min halal, және ол жегізген тағамы, ішкізген суысын халал болсын, бірақ көрінген нәрсені жегізбеңіз. Құдайдан қорқыңыз. Оны күмәні жоқ, таза тағаммен тамақтандыру керек. Халал тамақ болсын. Сол халал тамақпен тамақтандырды, халал суысын ішкізген болса, ол пендеге, сол ауыз аштырған адамға періштелер, Рамазан айының әрбір сағатында періштелер ол адамға сондай салауат айтады екен. Яғни Алладан кешірім тілейді. Жабраил періште сол адамға қадір түнінде салауат айтады дейді. Қараңыздар, Жабраил алейхиссалам бүткіл періштелердің басшысы сол кісі, сол періште. Бүткіл періште Жабраилға бағынады. Сол Жабраилдің өзі сіздің берген ауыз ашарыңызға разы болып Алладан дұға қылады екен. Ей Алла, осы пендеңе өз рахматыңды жаудыр деп дұға қылады дейді Пайғамбар. Кім? Жабраил періште. Қашан? Қадір түнінде. Бауыры, қадір түн арасында іздейміз. 26-тан 27-сіне қараған түн ғұламалардың көпшілігінің айтуы бойынша. Бірақ дәл сол күні 100% деген сөз жоқ. Аллах алым, дәл сол күн ба жоқ басқа күн ба? Пайғамбар алейхиссалам хадисінде келген бойынша соңғы 10 күннің ішіндегі тақ күндерді іздеңдер деген Пайғамбар алейхиссалам. Тақ күндері. 21-ші күні, немесе 23-ші күн болып қалуы мүмкін, немесе 25-ші күн болуы мүмкін, немесе 27-ші күн болуы мүмкін. Осындай тақ күндерді іздеңдер деген Пайғамбар алейхиссалам.
Инна сойм тусолли алейхи малайкату иза укила индаху хатта яфругу. Енді бауырлар, мынау қасиетті Рамазан айында кісілер ауызашар істейді. Келіңіздер бір ауызашар жасаған едім иншалла. Келіңіздер дейді. Бол барамыз иншалла дейді. Көп кісілер үйлерінде аузын ашып, сол ауызашар үйіне ет жеуге келеді. Бауырлар, ол дұрыс емес. Өз артының өзі айтты ғой, қандай жерге келесіз? Ауызашарға келесіз. Аузыңыз сияқтыра ашу керек. Сол бауырымыздың үйінде дұға жасау керек. Ол бауырымыз сіздің дұғаңызды алу үшін сол дастархан жайды. Сен үйіңде аузыңды жақсылап ашып алдың өзің үйіңде, енді мына жаққа ет жеуге келіп жатсың да. Ниеттерің қабыл болсын, оразаларың қабыл болсын деп қояды. Бауырлар, оның жолы ауызашар деп шақырғаннан кейін дәл сол жерде ауыз ашу керек. Шақырған жерге жетіп бару керек. Ерте барып алыңыз. Барып сол жерде дұғаңызды айтып, сол бауырымызға дұға жасаңыз, отбасына дұға жасаңыз, сөйтіп, амин деп бәріңіз бір болып ауыз ашу керек екен. Бұл жаңа пайғамбар айтады, мынау ораза ұстаған кісілердің үйінде сол жерде ауыз ашыңыздар. Өйткені ол жерде періштелер сол жердегі болған шараларға дұға жасайды деп жеткізді пайғамбар. Инна сойм тусаббиху изамуху ва тастағфиру лахул малайкату ма укила индаху. Және сол ауызашар болып жатқан жерде, ол жердегі бүткіл дене сүйектері бәрі о адамға тасбих айтады екен, истиғфар айтады екен. Періштелерде баршасы сол жердегі ауызашарда отқан адамдарға не айтады екен? Истиғфар айтады екен бауырлар. Етті жеп жатырмыз ғой, сол жеп жатқан еттің сүйегінің өзі бізге истиғфар айтып отырады екен. Оңбағандар мен алып жеп алсын деп айтпайды екен. Керісінше, Алла, осы пенделерің сен үшін деп аузын ашып жатып бәрі бірігіп алып, осы пенделеріңді өз рахметің алып, оларды кешір деген мағынада дұға қылады дейді пайғамбар алейхиссалам. Сол үшін бауырлар, бұндай жерге асығайық. Ондай көпшілік болып ауыз ашатын жерде берекет болады екен. Ол жердегі дұға қабыл болады иншалла. Қасиетті Рамазан айына амандықпен қауышуды өзің нәсіп еткейсін. Қасиетті Рамазан айында өзің парыз еткендей, өзің разылығың үшін ораза ұстауымызға баршамызға нәсіп еткейсін. Өткен жылдары аурудың сырқатына байланысты, себептерге байланысты, нәпсі құмарлыққа байланысты ораза ұстай алмаған бауырларымызға осы жылы қатарымызға қосылып, ораза ұстауларын өзің нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху